Ассалаумағалейкум, құрметті жанкелер. Кеше біз Ақтөбе Қайсарды 3-0 есебімен жеңді. Біздің 10-шы подкастымыз. Бізде қонақ Талғатовайыз. ТикТоктағы Ақтөбенің танымал жанкері. Және Мери Ерсайынұлы. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам, жігіттер. Рахмет шақырғандарыңа. Қош көрдік. Жеңіс құтты болсын. Жеңіс бірге болсын, иә. Кешегі ойын туралы не айтасың? Сен арнайы шақырдық. Кешегі ойын туралы Көңілің тола ма? көңілім 5 деген оценка берсек, бір 4 деп айтайыншы. 5-ке жетпейді? 5-ке жетпейді, өйткені бірінші тайм тартысты болды. Қайсардың жарты құрамасы не основной. Мозес кетіп қалды кино түсіруге, жаңа Алияр Мұхамед. Бәрі Мозес пен Нанидың несін күтті ғой, битвасын. Онымен Нани микротравма. Нани да ұрып қалды дейсің ғой. Мозес кетіп қалды. Сосын жаңа кімдер? Алияр Мұхамед, Суцкиштер, бір 4-5 игроғы не основной болды. Соның өзінде бірінші тайм тартысты, екінші таймда шамалы. Білмеймін енді ол Қайсардың әлсіздігі ма, или Тарковичтің біліктілігі ма. Бірақ 3-0 есеп жағынан қуаныштымын. Содержание игры примерно 4-ке. Как думаешь, жалпы сол 3 голға наиграли? 3 гол салатын дәрежеде ойнадық па? Жергілікті жастарымыз шығып ойынды жандандырды деп ойлаймын. Виталий Латурнус пен Мейрам Кекбаев. Мейрам Кекбаевке сәл опыты жетіспей жүр ма, сәл. Бірақ несі белсенділігі ұнайды маған. Виталий Латурнус енді ол уже нешінші матч 10-15 минут берілген уақытында әйтеуір кем дегенде ассист деп үлгеріп жатыр. Сол қазір жанкелердің көбісі айтып жатыр ғой, Артурды замена отырғызып, Латурны шығару керек деп, начипта отырғызып. Мен ойлаймын, от добра не ищет. Латурнус джокер болып шығып жатыр ма, результат беріп жатыр ма? Өміртаев сияқты ма? Иә. Өміртаевты заменаға шығып гол салатын еді ғой. Сол Қайсар енді қазір білмеймін, не жетіспей атқан ол командаға. Составын былай қарап отырсақ әлсіз емес. Тренері да алдыңғы жылы оқ жетпеспен результат көрсеткен кісі Святославович. Өзіме ұнайды ол бапкер. Бізде де болды ғой, ассистент Синьовтың. Бірінші лигаға ұшатын жылы. Білмеймін енді, Қайсардың фонында ма, мен ойлаймын, қазір алда бізде кубоктық ойын Алтаймен. Сол кезде көп нәрсе көрсетеді. Одан кейін Атырау бар, білікті маманымен. Чебурин, результат бере алатын кісі. Сосын главный босс дейді ғой, Қызылжар келеді. Именно осы отрезіктегі ең қиын соперник деп ойлаймын да. Сол. Әзірге енді бізде травма алғандар аз емес қой. Қателеспесем 5-6 игрок. Соның өзінде жаман емес деп ойлаймын. Енді алдағы ойындарға туралы тоқталамыз әлде. Жаңа Латурнус туралы айтып жатсың ғой, сен Латурнус осы маусымдағы екінші нәтижелі пасын берді. Бірінші дебюттік пасы Луиш Наниге жасалды. Кеше Артур Шушиначевке голдық пас жасады. Латурнус шынымен де таңғалдырып жүр. Виталиктің жалпы потенциалы туралы біз бұған дейін де талай айтқан едік негізі подкастты. Мейрам туралы да айттық. Мейрам кіммен Арыспен ойнаған кезде де Желковичке жақсы пас беріп еді ғой. Азаматқа қатты ұнаған, сол Азеке қайта айтып қоймайды соны. Пяткамен беретін пас ғой. Әдемі бір пас берген. Сол енді кеше протоколды қарасақ, біздің скамейкада да дұрыс ойыншы болған жоқ қой шығаратын. Клин жастар болды ғой. Ойынды күшейтетін ойыншылар аз болды. Бөлек ойыншыларға тоқтап кететін болсақ,
Заруцкий туралы енді айтпай қойсақ та болады. Біздің составтағы ең стабильный игрок, ең мен ойлаймын, наурыз бен сәуір айының үздік ойыншысы. иә, стена дейді ғой. Орталық қорғаушылар ұнады кеше. Ордицта, Досмағамбетовта, Ерлановта. Ерланов сезонның басында келген кезде скептически қарағанмын өз басым. Иә, көп жанкүйерлер сияқты. Иә, бірақ қазір ойынымен дәлелдеп жүр. Сосын сұрақ туғызған тек бір позиция, мына Арман Кенесовті латераль ретінде қолданып жүр. Менің ойымша ортада ойнайтын ойыншы. Негізі, иә. Игрок ротации. Бірақ кезінде Карповичта, иә, сөзің аузында. Карповичта, сосын Леоновта, Кенесовті қолданды ғой, флангта. Флангта ма? Иә. Сондай несі бар да, опциясы бар да, қолдануға болады. Өз басым енді вынужденная мера ғой. Бірақ, иә. Көріп тұрсың қазір. Лазаретте 10 шақты ойыншы жатыр. Амал жоқ, қазір енді варьировать етпесең, мына ситуациядан шыға алмаймыз да, барлығын. Иә, ол да бар. Кешегі мысалы жастардың шығып ойнап атқанында сол не ғой, мәжбүр болғандықтан ғой, ойнап латурнустарын шығып пас беріп жатқаны мысалы. Мен ойламаймын, егер қазір Корзун, тағы да басқа Митрович легионерлері толып отырса скамейкада, Таркович кімге біздің жастарға мүмкіндік береді деп ойламаймын мысалы. Вынужденная мера болғасын, амал жоқ шықты олар. Себебі алаңдағы ойыншылары шаршап қалады да. Иә, мысалы 70-тен кейін шаршай бастайды. Сосын барып амал жоқ. Біреулерді шығару керек. Ал шығаратын ойыншы болмағандықтан жастарды шығарады. Біздің қазіргі реальность сондай болып тұр ғой. Шынайылық. Өзінің сөзі бар ғой Тарковичтің, мен жастарға сенем деген. Көрейік ісі мен сөзі. Иә. Жастарға сенетін болса, мен ойлаймын да. Мысалға, Арыспен ойында неге шығарған жоқ? Бірінші лиганың командасы ғой, аутсайдер. Соған қарсы основаны шығарды ғой. Жастарға сенетін болса, сол матчты шығару керек. Менің ойымша, чемпионаттағы результаттар төмен болғандықтан, командаға көп хейт келіп жатқандықтан, кубокта қорықты рисковать етуге. Екінші матч болды ғой оған. Иә, если біз команданы кризистен шығару керек болды, уверенность придавать ету керек болды, сондықтан полный составпен, если біз қазір бірінші үштікте Қайратпен қазір бірінші орынға таласып келе жатқан жағдайда, сол моментте, мен ойлаймын, более ротированный состав шығаратын еді деп. Сол. Абай жалпы Тарковичтің жұмысы жаман емес деп ойлаймын, өз басым. Енді қазіргі отрезокта, может, нетуге болатын шығар, сүйеп бағалауға болатын шығар. Қалай бір үлкен-үлкен қарсыластармен ойнаған жоқпыз ғой, кешегі Ордабасын санамағанда, иә. Тек Ұлтау, Арыс, Қайсар, сондай деңгейдегі қарсыластар ғой. Каспий деген сияқты. Кешегі матчқа дейін кілең 1-0 минимальный нелермен, есептермен жеңіп жүрдік қой. 1-0, 2-1 кубокта, иә. Елімайды 2-1 ұттық. Нанидың дублінің арқасында. Бірді ойырмашылық. Кешеде мысалға 1-0-дің матчы ғой. Соңында Артур салды ғой екінші голды. 90 минутта салды, сол кезде ойлап отырмын да, неше ойын қатарынан 1-0, сосын 2-1 деп ше. Өткенде бізге Дмитрий Топалов келген, украиналық қорғаушымыз. Сол айтқан, жалпы Тарковичтің ойын стилі Симеоновға ұқсайды деп ше. Сол кеше матчты қарап отырмын да, Атлетико Мадрид сияқты минимально ұтып, автобус қойып тастап, әйтеуір жеңісті қалай любой ценой әйтеуір нету алу деген сияқты сондайға келеткен деп ойлап отырдым да. Бірақ соңында прорвало 2-0, 3-0 уже. Менде кеше бір түсінбеген моментім матчтың алдында. 3 орталық қорғаушы. Сол өзінің бұл постоянный схемасы ма? Әлде Қайсарға қарсы 3 орталық қорғаушымен енді бір түрлі көрінді да, біздің жанкүйерлер атакующий футбол көріп үйреніп қалған адамдар ғой. Сондықтан шамалы сұрақтар туындады менде, бірақ, как говорится,
результат есть результат. Бірақ не ғой, Таркович деген бірінші рет ойнап тұрған жоқ қой ол немен, схемамен, үш қорғаушымен, үш орталық қорғаушымен. Митрович келгелі, Митровичті сол аяғымен ойнайтын болғасын, солақай қорғаушы болғандықтан ол сол жақ орталық қорғаушы ретінде пайдаланды Митровичті. Митрович болмаған кезде Досмағамбетовті үшінші орталық қорғаушы пайдаланды. Енді бұл жерде егер одан қорықпау керек ол схемадан. Егер мысалға сенде үш орталық қорғаушы болса, онда нелердің флангтарың не болады, белсенді болады. Латеральдарың. Шабуылға дейін барады, астыға түседі, шабуылға барады, астыға түседі. Сондай. Ал бізде автоматически ойлайды да, мысалға үш орталық қорғаушы болса, біз неге қорғанысқа жатамыз деп ше. Оның несі разновидностьтері бар ғой, әртүрлі. Мысалы, ол шабуылға негізделген үш орталық қорғаушы, я болмаса қорғанысқа негізделген. Егер сен қорғаныста отыратын болса, онда бесеуде жатады да. Онда неге атакаға шықпайды онда. Үш орталық қорғаушы, сосын екі активный кәдімгі активный латеральдар болады. Ал егер екі қаптал жүгіретін болса, шабуылға дейін, онда ол неде толықтырады шабуылды. Мысалы, шабуылда төрт не болса, атакующий игрок болса, онда оған тағы қосылады да. Сонда 6 адам болып шабуылдайды. Интердің схемасында. Как смотреть қой? Иә. Егер шабуыл деп ойласаң, онда жақсы. Егер қорғаныс деп ойласаң, онда жаман. Сен айтқандай. Енді оны қазір бүкіл ойыншылар травмадан шығып, бәрі составта болған кезде, сол кезде көреміз деп ойлайды Тарковичтің основной схемасын. Енді бүгін бізде ақпарат бойынша травмированный ойыншылар туралы айтып кетсін, Ернар. Топалов пен Каиров қызыл жарға шығуы мүмкін. Солар келесі күні тренировкаға қосылады. Енді қосылады дейді. Общий группаға, иә. Осының Ақтөбе қызыл жарға қатысуы мүмкін. Және Корзун, Еркебұлан, Дмитриевич, солар маусым айында шығады. Келесі айда шығады. Нанин несі, кешегі алған травмасы, результаты бүгін шығу керек. Минимум 3 ойынға қатыспайды. Май бойынша қатыспайды сияқты. До конца мая, да? Және сосы да травмасы ауыр. Соған шетелге жіберу керек. Дзесі. Қателеспесем. Даже ақпарат бойынша, даже до конца года травма болып қалмайды. Ауыр травма. Ауыр травма, иә. Басқа кім бар бізде травма? Енді кеше Таркович айтты ғой, пресс-конференцияда бізде 6 ойыншымыз основаның травмада жатыр деп. Енді оның үстіне тағы да қоссақ бір 7-8 ойыншымыз жарақат. Випкіде көрген шығарсыңдар. 10 футболшы отырды ғой Ақтөбенің травмалаған. Көбісінде бір таңғалатын, сосын задняя поверхность бедра деген. Иә, сол именно сұрақ туындайды. 80%. Жалпы сен сол туралы не ойлайсың, Тәке? Бізде көп жанкүйерлер айтады ғой, бізде физподготовка дұрыс емес командада, сен жалпы келісесің ба, или қалай ойлайсың? Жалпы мен... Онда емес па проблема? Қазір ол систематически болып отыр да. Былай қарасаң, травмировалардың 80% именно сол травма. Қайталанып жатыр. Мен білмеймін, мүмкін УТС-те бір қателік жіберілді ма, дұрыс дайындалмады ма, именно физика жағынан. Әлде қазір мүмкін составқа игрок жетпей, ротация болмай, нагрузка түсіп жатыр ма. Бірақ енді не дегенімен, в любом случае ол тренер по физподготовке, как говорится, ему в огород камень. Сұрақтар туындап тұр ол кісіге. Енді қазір Тарковичпен бірге келді ғой қасында, тренер по физподготовке. Қазір екі адам жауап береді. Екі адам жауап береді, иә, мүмкін он выровнять ситуацию. Көреміз, бірақ жалпы енді сұрақ көп физподготовкадан. Потому что бірде-бір команда қазір бұндай эпидемия болып отқан жоқ травма. Бәрінде... Енді барлығы неден басылады сол, сен айтқандай, УТС-тен басылады. Егер УТС-те дұрыс дайындалмасаң, онда полный сезон сен нетесің, зардап шекесің бәрібір. Біз енді бұл туралы, Тәке, сені неге сұрап отырық? Бізге Бағдат Қайыров келді қонаққа. Бағдаттан сұрадық. Бағдат айтады, физподготовканың тренерінде емес мәселе дейді.
иә. Әр ойыншының өзі жеке дайындалу керек дейді. Өзі денесіне, физикасынан дұрыстап қарап, мұқият өзі жеке дайындалса, тренировкадан бөлек өзіне көңіл бөлсе, онда ешқандай жарақат болмайды дейді. Оның ойы өзінің ше. Мысалға, егер мысалға неге айтады Ордец, неге Ерланов, Заруцкилар неге травма алмайды дейді. Себебі олар жеке мысалы командадан бөлек барып залда дайындалады, бұлшықеттерін шынықтырады, сосын олар қосымша нагрузкаға дайын болады дейді. Бұл Бағдаттың ойы. Енді Тапаловтан сұрадық, Тапаловтан проблема нейді. Ол да айтады, жоқ, физподготовканың тренерінде емес мәселе дейді. Жаңағы УТС-та мысалы біздің Мұхтар Ерімбетов бар ғой, Мұхтар Ерімбетовке көп воля бермеген Костов. Тапаловтың айтуы бойынша. Костов деген физподготовканы өзінің қолына алған. Айтқан, жоқ, бізге физика көп керек емес. Біз доппен жұмыс істейміз. Біз владениеге ойнайтын командамыз. Сондықтан да біз доппен көбірек жұмыс істеуіміз керек деп. И сосын физиканы ол деген мүлдем ысырып тастаған жаттығудан. Енді Диманың айтуы бойынша. Сосын олар күнде владение доппен жұмыс істейді, бірақ физика қала берген, ақыр соңында сезон басталады. Сезон басталған кезде оларда не натренированный физика. Дұрыс ма? Олар келеді, жаңағыдай бір жерде искусственный газон, бір жерде натуральный газон. Сосын келеді да физика не на должном уровне. Сосын результаты пошли не те. Костова убирают. Костов кетіп қалғаннан кейін басқа тренер келеді. Мана Семенов деп неге айтып отырмыз? Кім? Костов, Диманың айтуы бойынша, Костов проповедует барселонский стиль. Комбинационный. Физика жоқ онда. И поэтому біздің команда қандай ойыншылар келді? Пибе, Пабло, Жаэлькович, Клин. Комбинационные, которые не борются, а комбинируют пас, тики-таки, распасовка. Щуплые игроки, былайша айтқанда. Енді Таркович келеді, Костовтан кейін, он абсолютно другой футбол показывает, вертикальный. Жылдағы әңгіме. Жаңа не келеді? Мысалы, кім кетіп қалады ғой? Гвардиола кетіп қалады, допустим, оның орнына Симеоне келеді. Оған абсолютно наплевать на пас, на комбинацию. Тұрады да ол айтады, біз от обороны ойнаймыз, владение береміз соперникке. Бізге бірінші очередь физика керек. Бізге борьба, силовой футбол. И тұрады да начал в середине сезона нагружать физподготовкой игроков. Или ситуация ба? Олар тұрады да сезон басында под нагрузкой начали играть. Фитнеске барады, бүйтет, тұрады да сондай нагрузкамен ойынға шығады, сосын келеді да бәрі сына бастады енді. Түсініп тұрсың ба? Байқайсыңдар ма еще, Таркович келгеннен кейін көп ойыншылар сына бастады. Потому что екі система, екі түрлі подготовка. Бірі тұрды да под владение, и он уходит, и екінші адам келеді да, ол тұрды да физикаға көңіл бөліп, адамдар, мысалы, сен ойлаш, сен тұрасында залда жаттып тұрасында, ертеңгісіне матчқа шығасың. Ты, конечно, сынып қаласың, потому что сен под нагрузкой играешь. А сен в середине сезона, когда идет сезон, сен ондай нәрсе бермеу керек командаға, ондай жаттығулар қатты. Адамның бұлшықеті бәрібір көтермейді ондайды. И тұрды да, мына екі түрлі система сталкиваться еткесін, сондай проблемалар туындап жатыр да. Сосын оның үстіне нефтяниктегі біздің қосымша алаңның сапасы өте төмен. Оны көп журналистер жазып жатыр, біздің ойыншылар айтқан наразылығын. Енді өзің бұлшық етің нагружен состояниеде тұрып, сен сондай алаңға барып жаттығасың. Одан кейін барасында жасанды алаңда ойнайсың, одан кейін орталық біздің стадиондағы алаңда ойнайсың. Клин, смена полей, плюс смена системы игры команды, смена стиля, барлығы комплекс проблем келіп, осындай нелерді алып келді. Осындай результатқа, осындай травмированный ісқа әкеліп тұр. Мысалы, оны біздің жанкерлер түсінбейді. Мысалы, мен соның барлығын, мысалы, мен Баганың айтқан, Диманың айтқан барлығын мен ойымда қортып, осы нәрсені айтып отырмын. Что проблема даже не в Мухтаре, например, может быть, да? И проблема даже там в ком-то еще там. Проблема в отсутствии системы. Системасы жоқ бізде, мысалға. Келеді да, мысалға, Диманың өзі айтады, маған больше импонировал футбол Костова дейді. Маған сондай владениеге ұнайды дейді, жұмыс ойнаған. Мен де сол системаға хорошо выстроился дейді да, мысалға.
мен жаңағы латераль болдым, даже левый вингер болып мен шабуылға араластым дейді да. Ал жаңа бапкермен мен қорғаныста ойнауым керек. Маған ұнамайды дейді, мен ертіспен үйде ойнап жатып мен деген 1-0 ұтқан маған ұнамайды, мен 3-0, 4-0 ұтқым келеді. Иә. Біз 40-та 60 владениемен ертіске қарсы ойнап отырдық дейді, аутсайдерге қарсы. Мысалға. Ты представь дейді да, мысалға. Сондықтан да осындай комплекс проблемадан келіп бізде қазір ойыншылар, міне 10 шақты ойыншы қазір бізде жарақатта жатыр. Иә, бұл жерде еще плюс жаңа не бар ғой, жаңа Астанада целый неделя искусственный газонда тренироваться етіп, воскресенье күні келіп натуральный газонға салып қойып игроктарды жүгірту. Сол ғой айтып отқан мен, смена полей деп ше. Иә. Бұл жерде мен ешкімді жақтап, мақтап отқан жоқпын, просто мен трезво қарап отырмын да бұл ситуацияға. Просто бұл жерде еще есть такой момент, что Костов келгенге шейін проблемы у нас были с вот этой вот задней верхней поверхностью. Сол момент бар еще плюс. Плюс бұл жерде 2025 жылда осы мәселені қозғадық дейсің ғой. Иә, плюс еще отсутствие системы. Неге біздің руководство Костовқа сеніп комбинационный футболға игроктарды жинайды, Костов результат бермейді, онда неге арғарай басқа комбинационный футбол проповедовать ететін тренерді іздемеске? Сен бүкіл игроктарды алып келіп мына жерге басқа вообще системаны тренер алып келесің, силовой футболдың. Сенде жоқ. Бұл жерде что говорится? Бұл жерде говорится о том, что бізде в кухне очень много чего не в порядке. Помимо тренера по физподготовке. Көп нәрсе. Түсіністік жоқ. Түсіністік жоқ. Бұл түсіністік жоқ болғанына уже бір, мен ойлаймын бір, Куленкінің кезінен одан бұрын да басталған. Одан да бұрын, сол кезден бізде әлі бір келіп руководствоға бір балық басынан шірейді дейді ғой. Сол сияқты бір адам келіп с такой сталинской рукой келіп порядок наводить ететін, бәрінен сұрайтын, бәрін басын біріктіретін, бір жұмысты істейтін адам жоқ болғандықтан бізде осындай жан-жақтан проблемалар туындайды. Сондықтан енді будем надеяться на лучшее. Бірақ сен өзің Костовқа қарсы болдың ғой, сол басында, маусымның басында. Костов туралы жалпы пікірің қандай болды сен? Мен Костовқа қарсы болғаным, өйткені мен Костовқа қарсы болған жоқпын. Ана Костов аут деген жанкүйерлердің арасында болдың ба сенде? Әлде сен былай не қарадың ба? Объективно қарадың ба? Костовқа просто менде сезонның басында информация болды менде, что руководство Костовқа сеніп тұрған жоқ. Әртүрлі әңгімелер жүріп жатты. Ана тренермен сөйлесіп жатырмыз. Оспановтың өзі айтты ғой. Иә, өзі подкастта айтты. Мен мына тренерді іздеп жатырмын. Бізде шорт-лист бар деп. Иә. Раз сондай ситуация, сен тездетіп тап адамды, Костовты алып таста. Потому что қазір сен сезон басталғанға дейін. Иә, біз мына жыл сайын кіреміз да, бір грабленің үстінен баса береміз. Қайталанып баса береміз. Уже ауыз әбден күйіп болды содан. Мен конкретно Костовқа қарсы болған жоқпын. Сенбейсіңдер ма? Сендер провальный неге дайындалып отырсыңдар ма стартқа? Сосын Костовқа бәрін ысырып салу үшін, онда Костовты алып тастаңдар деп мен солай айтқанмын негізі. А если Костовқа сенім артып, ешқандай переговор жүргізбей, енді Оспановтың аузынан көп сөз шықты ғой. Европейская модель дед, Бенфика дед, Порту дед. Менің ойымша Бенфика, Порту, олар футбольный клуб Ақтөбе бар екен білмейді де шығар даже мүмкін. Сол мына бүкіл сөздерінен кейін это всегда должен быть шорт-лист дед, всегда должен. Мен ондай түсінбеймін, мен европейский футболды бәріміз қараймыз ғой. Мен естімеппін, Реал Мадрид назначил, допустим, Хаби Алонсо, и у него еще там на примете 3-4 игрока деген. Оны қаяқтан тауып алып келген, ондай нені мен соны түсіне алмадым. Неопределенность. Соның енді менің ойымша мына Оспановтың істеп кеткенінен біз бір-екі айда не получится исправить ситуацию. Тазарну керек дейсің ғой. Иә, потому что бізде УТС-ке осы тиктокта эфирлер жүргіземін ғой, білесіздер ғой. Сол УТС-тардың кезінде мен
жаңалықтарды оқып жатырмын. Қайрат аттанып кетті, ой, Астана мында аттанып кетті, анау мында аттанып кетті, мынау мында аттанып кетті. А бізде әлі документ істей алмай жатыр. Клуб непонятный ситуация. Юридически. Юридически. Қашан көшеді, қашан көшпейді. Әлі шыққан жоқпыз. Бір ай жоғалтып алдық. Бір айдың ішінде командалар уже бірінші УТС-ін жүргізіп, фундаментін как положено құйып, нық аяқ басып тұрып кірді сезонға. Біздікілер былай қарап отырсаң, тазасын қарасаң, бір сезонға 1,5 ай қалғанда бізде уже было понятно, кім қалай, что почем. Сондықтан осы проблемалар қазір бізде шығып жатқан. Енді тек Костов пен Тарковичтен бастап дейсің ғой, Османовтан аяқ. Жоқ, енді ана жаңағы смена стилі деп айтып жатырмыз ғой, иә? Сен айтып жатсың ғой, неге Костов под Костова алды да ойыншыларды. Тұрады да енді Тарковичті алып келді деп ше. Үлкен қателік қой. Мысалға, негізі былай болған ғой. Мысалға, мен саған қызық айтайын. Біздің ақпарат бойынша негізі Оспанов, мысалы, Ақтөбенің бұрынғы басшысы кімді алып келгісі келген? Владимир Вайсты алып келгісі келген, Словакиядан. Қайраттың экс басбапкері, Слованның несі, жаттықтырушысы, соған барып сөйлескен, сол Вайсқа барса, Вайс айтқан, мен Қайраттан басқа ешқандай клубқа бармаймын Қазақстанда. Изначально солай ойлаған. Сөйтіп айтқан, сосын айтқан, енді мен Ақтөбеге бара алмаймын, кешір, рахмет шақырғаныңа. Бірақ мен өзімнің досым Штефан Таркович саған ұсына аламын деген. Қазір бос деп? Қазір бос, ешқандай жұмыста жоқ, ешқандай команданың бас бапкері емес. Ол қазір федерацияда жұмыс істейді, техникалық директор болып. Осы Тарковичті алсаң болады деген. Енді қара, Вайс пен Таркович екеуі екі түрлі бапкер. Вайсты білесің өзің кезінде, Қайратта комбинационный футбол, барлығы сүйсініп қарайтын бапкер болды. Сосын енді қазір тұрады да, Вайс айтады, Тарковичті алсаң болады, мен бармаймын дейді. Мені Слованда бәрі устраивает, ренжімей. Тұрады да, Таркович командасымен келеді. Ал Тарковичтің несі, стилі осындай. Ол тұрады да, айтады, командаға физика жетпейді екен, оказывается, давай. Нагружаем. Тұрады да, ақыр соңында мынандай результатқа әкеліп отыр. Енді қара, мыналар барлығы жарақаттан айығып, келіп қатарға қосылам дегенше, тағы 1-2 ай уақыт керек. Сосын олардың барлығында иммунитет пайда болады ғой. Міне мынандай физический нагрузкаға, мынандай футболға, адаптация уже пайда болғасын ғана уже бізді результатын көре аламыз. Оның футболының ше. Қазір біз рахмет айтуымыз керек, что именно мынандай ситуацияда бізге мынандай соперниктер түсіп жатқанына. Что мы дома 4 матча подряд играем. Атырау бар, Қызылжар бар, Алтай бар. Үйде еще ойындар барлығы. Абсолютно верно. Таркович туралы, Тарковичке келетін болсақ, басында осы информация шыққан кезде мен зерттеп бастадым Тарковичті. Жұмыс істеген жерлерін қарадым, сосын салыстырдым Оспановтың сөздерін, Тарковичтің жұмыс істеген жерлерін, командалары қалай ойнағанын, қай жерде жұмыс істеген, біздің жанкүйерлердің стадионда командадан күтетін ойынын никак келмей тұрды Таркович. Потому что именно под задачу үлкен грант, өз елінің грант клуба, допустим, Словакия болсын, Словакияның Слован, Желина деген белді клубтары бар, дұрыс па? Ондай жерде жұмыс істемеген. Ешқандай бір средний чемпионатта алайық, македонский болсын, албанский болсын, бір ешқандай ондай опыты жоқ. Ол тек Кошица деген командада жұмыс істеген, высшей лигада. И то... Ғалымжан Кенжебек. И то сол сезонда, Таркович жұмыс істеген сезонда, ол команда борьба за выживание. Зоне вылета. У него задача была спасти команду. А когда спасают команду, вот есть прекрасный пример, английский премьер-лига, да, Сэм Эллердайс деген тренер бар, большой Сэм. Ол ешқашан бір жыл командалармен жұмыс істемейді. Оны батып баратқан командаларға шақырады оны. Кризис менеджер. И ол шығарады. Ол қояды, 5 защитник қояды, 4 жаңағы не қояды, полузащитник. Кризис менеджер. Бір нападающийді қояды,
матч бойы защищать етеді да, бір контратакамен ұстап алып жатып алады. Сондайға келеді Таркович. Сосын жұмыс істеген жерлері Словакия ұлттық құрамасының U16 ұлттық құрамада да болды осы. ұлттық құрамада 2 матч өткізген. Иә. Сосын неге шығарған кезде Еуроға ма шығарды ғой? Иә. Провал, да? Даже стыковой матчтарын көрдім мен, Ирландиямен өткізген, именно сол Евро. Қазақстаннан ұтылып қалды ғой, ұлттар лигасында. Иә, білем. Содан кейін отставкаға кетті. Сол кезде кім оны ұшырған? Кім оны ұтқан? Гол салған ба? Жоқ, кім ұтқан сол кезде? Бапкер ретінде. Адиев. Негізі Косовтан кейін Адиев келу керек еді Ақтөбеге. Білесің бе сен соны? Естідім, иә. Білем. Оспанов Владимир Вайсты алғысы келген. Вайстың рекомендациясымен Тарковичті до конца тұрып алды, мысалға. Негізі Адиев келе жатқан. Адиев клубтың қожайыны Нұрлан Артықбаевпен тікелей сөйлескен. Магомед Адиев. Сонымен келіссөз жүргізіп, Адиев міне Астанаға да ұшып келген жоқ па? Крылья Советте жүрген кезде келіп, қол алысып, міне деп келісіп тұрған кезінен жерінен Оспанов кімді алып келген? Штефан Тарковичті алып келген. Яғни ол өзінің несін қалай кандидатурасын до конца неседі ғой, қорғап, соны қойып кетті былайша айтқанда. Енді өз басыма келетін болсам, Мерей, Адиевке де ондай мықты мен за болған жоқпын, бапкер болған. Иә, енді менің за болған бапкерлерім ол алдыңғы жылы Жинспен как раз таки осындай комбинационный әдемі футбол көрсеткен Демченко. Кумыковты бер айтады, защитный футбол, андай, мандай деп, ол кісімен өзім алдыңғы жылы есімде жоқ, сөйлескен кезде, бір жерде кездестік, серый кардиналмен выездтарға барып жүрген кезде. Сол айтқан, у меня состав под... Я не могу с ними показывать комбинационный футбол, атакующий. Қайсарда, иә. Менің составым сондай дейді, менің бюджетім сондай дейді. Выживание. Менің кандидатураларым, мен өзім көремін келген Жуковский результат көрсететін. Бәрі маған айтады, ой, Атырау деп. Жоқ, Атырау емес, Атырауға дейінді Белоруссияда Ислычпен жақсы результат көрсеткен адам. Батеде де болды ғой. Батеде де болды, иә. Бірақ енді нәтиже болған жоқ, бірақ Батеде болды. Иә. Жүрген жерінде результатта әйтеуір. Бір сүйеніп, бірдеңеге сүйеніп, назначать ететін әйтеуір бір мотив бар да. Бірақ сен ана АПЛ жақсы білесің ғой, сен Манчестер Юнайтед жанкүйерсің ғой, иә. Мына Эмери деген топ клубтарда жұмыс істей алмайды ғой, білесің ғой. Ондай Эмери. Иә. Вильяреал, Севилья, Астон Вилла, орташа. Сондай бапкерлер болады. Ортан қол командаларының деңгейінде жақсы жұмыс істейтін. Без прессинга, без давления. Түсініп ба? Мысалы, мен ойлаймын, мына Жуковский сияқты бапкерлер Ақтөбе сияқты үлкен командаларда жұмыс істей алмайды деп ойлаймын. Мое личное мнение. Мысалы, сондай бапкерлер, олар мына Атырау сияқты ортан қол командаларда ол жақта көп карт-бланш береді ғой. Жуковский, мысалы, неде Атырауда, мен білемін, өзім Атырау маған екінші үйім сияқты ше, өзім 5 жылда жұмыс істедім. Сондықтан да, мысалы, неде Атырауда ол бірінші маусымда онда хит етті, кет деп, аут деп ше, Жуковский. Ол сол бірінші жылы команданы алып қалды чемпионатты. Екінші жылдан бастап өзінің системасын құрып, үшінші сезонда ғана ол финалға шығарды команданы. Шулатты. Үш маусым бойы ол кәдімгі өзінің системасын құрды. Өзіне қандай керек ойыншылар, соның барлығын, қандай бапкерлер керек, қандай исполнительдер керек, барлығын системасын құрып, ол кәдімгі не істеп кетті. Оған мүмкіндік берді. Себебі ол ортан қол клуб, ондан көп нәрсе күтпейді. Яғни Атырау айтпайды, біз чемпион боламыз биыл деп. Дұрыс па? Ақтөбеге келсе, оған айтады, там, здесь и сейчас. Жуковский, біз биыл чемпион болу, кубок алу деген мақсат міндет қойып отырмыз. Сенде артқа жол жоқ. Сен бүгіннен бастап бізге нәтиже көрсетуің керек деп. Түсіндің ба? Ал сен ондай давлениемен, ондай қысыммен сен ете алмайсың. Свободный художник болып, сен ете алмайсың. Нәтиже көрсете алмайсың бәрібір. Сондай жағынан да ойлану керек та? Иә, ол да бар. Дұрыс айтасың. Ол да бар, Мерей. Біз енді Таркович... Бірақ надо попробовать.
Тарковичке енді қазір уже бізде главный тренер Таркович. Не. Менің Реальность. ойымша, реальность, данность у нас такова. Біз қазір, менің ойымша, Тарковичке уақыт беру керек. Біздің жанкүйерлер айтады всегда, бізге атакующий футбол, бізге әдемі футбол керек деп. Менің ойымша, біз қазір ондай жағдайда емеспіз. Біз чемпионствоны күтіп қалдық, трофейлерді күтіп қалдық. Бізге Еврокубокқа шығу керек. Сондықтан мүмкін Тарковичке уақыт беріп, пусть это будет Атлетико Мадрид, пусть это будет Интер деген сияқты. Шамал шыдам керек, сабыр керек бізге. Сәл шыдам керек, сабыр керек. Өте дұрыс. Биыл чемпион боламыз дегенге сенесіңдер ма, жігіттер? Ернар, өзің қалай ойлайсың? Үштікке максимум үштік қой. Қазір енді Кубок. Қайрат бізден 9 ұпай ұзап кетті, 9 ұпай. Кеше Оларда бір ойын артық, бірақ кеше вот Қайрат пен Ордабасы тең ойнады. Қайрат Ұлытаумен тең ойнады қонақта, ал Ордабасы Алтаймен. Сол Алтай бізге арғыны ойын болады Алтаймен. Не подарок болайын деп тұр. Қызық болайын деп тұр. Ол жерде Сен, Тәке, сенесің ба? Биыл чемпион боламыз дегенге? Әлде кәдімгі трезво қарап отырсың ба ситуацияға? Чемпионат енді басталды деп біз айта алмаймыз. Уже ортасына жақындап қалды ғой. Третий өтіп кетті уже. Жанкүйерлер ренжімесін, бұл сезонда мен сенем, чемпионаттың ортасында Қайрат может начать кашлять. Сатпаев кетіп қалады Челсиге, Еврокубка басталады, скамейкасы қысқа, кілең жастар. Бірақ қазір біз көріп отырмыз, Ордабасы деген команда пайда болып жатыр, чемпионствоға күресетін. Олар, қателеспесем, біз сияқты Еврокубкада жоқ. Состав укомплектован, әр матч той, атмосфера, шоу. Система бар, Система бар. Сондықтан уақыт беріліп жатыр тренерге, Мартинге. Алдыңғы жыл нешінші орын алды? Бір 7-8 алды. 7-8 алды, иә. Басшылық өзгерсе де оны алған жоқ. Сондықтан... Бірақ былтыр жанкүйерлері Мартинді жерден алып жерге салып еді ғой, кет деп. Бірақ руководстволары сеніп қалдырды ғой. Қазір уже алдын жемісін беріп ойланып тұр қазір. Солар алдын ала ойланып қалдырды. Мен де всегда айтатын, Мартин өте білікті, уақыт беріңдер. Ойыңды аяқтап таса енді жаңа. Ақтөбе чемпион бола ма деген. Иә, бірақ біз білеміз, Қайрат алда летний трансферный не бар? Окно. Чемпионаттың басында үлкен имена они не подписывали. Алдыңғы жылы Лига чемпионтан 35 миллион доллары бар тапқан. Жазда кәдімгі мықты күшейіп жатса, мен таңғалмаймын. Біз осы жылы, енді олар вкусқа кіріп алды Лига чемпионтта ойнау не екенін. Мен ойлаймын, Савитаевич, он не хочет просто так сейчас чемпионство отдавать. Бизнесмен ғой ол енді. Бизнесмен, я анау 35 миллионнан кейін и ты, и я не захотим, да, никому. Сондықтан Ордабасы бар, бізге енді совсем шанс жоқ деп айта алмаймын. Бірақ сол үштікке кірсек, соның өзі жетістік. Неге десеңіздер, Елімай бар, Астана бар, Тобыл бар. Тобыл енді. Бірақ олар не істеп кеткен сияқты уже, набирают ход, мне кажется. Бұл бестікке кіретін шығар деп ойлаймын. Бірақ основной соперниктер сол Елімай, сол Астана. Астана қазір енді чемпионатты бітіре алмай қалуы мүмкін деген да сыбыстар шығып жатыр. Астана ма? Бітіретін шығар енді. Бірақ қазір 4-ші орында. Бірақ сондай проблемамен 4-ші орында, Ақтөбе 7-ге көтерілді. Өйткені оларды қазір сақтап тұрған сол как раз таки біздің айтып отырған пресловутый система. Қанша жыл бойы олар системно жұмыс істеп келатты ғой. Қазір олар сол инерциямен келатыр ол клуб. Ақшасы болмаса да, мықты легионерлерін жоғалтып алса да, не ударили лицом в грязь деген айтады ғой. Әлібек Қасымды алып алды. Әлібек Қасымды алып алды, иә. Әлібек Қасым, мен постоянно... Тегін ауысып кетті ғой. Мен хейтке түсемін постоянно. Әлібек Қасым, мен қарсы болдым кетуіне. Қазір біз қарап отырсаңыз, бізде Ордиц бар,
верховой бәрі күшті, әңгіме жоқ. Не жаңағы ошибка допускать етпейді Ерланов екеуі, бәрі күшті. Бірақ пас жоқ. Екеуінде де пас жоқ. Иә. Алибектің диагоналі есімізде ғой. Иә. 50-60 метрге Первый пас. жанға жіберетін еді ғой. Ортада ойын жүрмей атса. Иә. Өзі де бір қорықпай дриблингпен ортадан өтетіні бар еді. Смақов сияқты ма? Иә, бұл көбісі айтады, алдыңғы жыл жаңағы ол Астанаға көшкісі келді, ойындарды сливать етті деп. Бірақ мен өз басым, мен Астанаға кетем деп отқан адам клубпен контракт создыра ма? Иә. Ол біріншіден, екіншіден туған ағасымен мен жақсы қарым қатынастамын. Осы стадионда ойнаған кезде жанкүйерлер ысқырды ғой. Сол кезде ауыр тиді дейді. 3 жыл осы жерде беріліп, потом крови играл. Кім қателеспейді? Бәрі қателеседі. Мы люди, нам свойственно ошибаться. Сол тоже бір жағынан Көңілі қалды былайша айтқанда, көңілі қалды. Ол дейтін, сондықтан ауысып кетті деп ойлаймын. Ол тем более андай Астана емес, бұрынғыдағыдай кризис болып жатқан Астанаға Ақтөбе футбольный клуб жекеге өтіп жатыр. Здесь было перспектив больше деген сияқты. Иә. Қазір Қасым бізге прям вообще не помешал бы деп ойлаймын. Иә. Қасым қалай енді ана Астанамен матчта істеді ғой, сливать етті деген сияқты ақпарат шықты ғой енді. Догадки ғой, просто жанкүйерлер эмоциямен Әлбектен көре бастады. Сосын Әлбектің өзі де 3-4 маусым ойнап Ақтөбеде бір шаршап қалған сияқты уже. Ну, всего себя отдал уже. Қалай наелся уже, былайша айтқанда Ақтөбеге ше. Выгорел. Білмеймін, маған солай көрінді. Ақтөбеге барымды бердім. Енді Ақтөбеде маған барым берді. Енді кеткенім жөн болады деп. Қалай смена локации необходимо болады. Зону комфорта покинуть деген сияқты. Сондай нәрсе болған сияқты болды. Ну енді желание болған жоқ уже онда ойнайтын жақта Ақтөбеде ойнайтын. Оны қанша ақша берсең де қалмайтын бір ситуациялар болады ғой. Мысалы, бүкіл әлемнің ақшасын берсең де мен қалмаймын деген сияқты. Сондай ситуация болған сияқты. Мүмкін. Өз басың сенесің ба Ақтөбе чемпион болады дегенге осы сезонда? Сол менде сол сен сияқты ғой. Енді қазір бізде стадион салынып жатыр, академияға жер қаралып жатыр деп айтып жатыр. Сол меніңше қазір бізге жүйені құру керек сияқты бірінші кезекте. Стадионды дұрыстап соңына дейін жеткізіп, стадион салынғанша талай жыр болатын сияқты. Оның ақшасы қайда деп, кім салып жатыр деп, анадан мынаған беріп деген сияқты. Сондай нәрсе болмасын. Стадионды салып, академияны салып, сосын мана Андрей Мартинді айтып отырмыз, басқа бапкерлер деп отырмыз, Жуковский деп отырмыз. Сол сияқты бір бапкерге сендік па, соған соңына дейін ең болмағанда 2-3 жыл мүмкіндік беріп, өзінің системасын құруға мұрсат беріп, сосын барып сұрау керек та одан. Міне саған уақыт бердік, мүмкіндік бердік, енді чемпион болуға саған не кедергі деген сияқты ше. Сонда 2-3 жылдан кейін ғана біз чемпион болуымыз қажет деген міндет қойсақ болады. Ал қазір былай спонтанно тұрып біз чемпион боламыз деп айту дұрыс емес сияқты. Бізде проблемалар көп та, былайша айтқанда. Оны жанкүйерлер оны көре ме, көрмей ме білмеймін оны. Мысалға бізде жоғарыда айтқанымыздай жарақаттар түрлі, мысалы алаңның сапасы, біздің мына орталық стадионның алаңның сапасында өздерің көріп жүрсіңдер мысалы. Не дұрыс дән егілмеген сапасы, ертең мына 4 үйдегі матчта қатарынан ойнаймыз деп қуанып жүрміз ғой мысалға, бірақ орталық стадионда агрономдар қуанышты емес оған мысалға. Оны білмейді ғой жанкүйерлер, олар айтады 4 ойын біз подряд ойнасақ, мына алаңнан адам қалмайды дейді. Мысалға ертең біз маусым айында июньде бізде алаң болмауы мүмкін мысалға. Оны қарапайым көрермен, қарапайым жанкүйерлер оны көре бермейді. Бізде алаң деген проблема бар, біздің академиямыз жоқ. Қанша ойыншыларымыз кетіп жатыр Қайратқа, Шахтерға, кеше ғана Астананың несі бапкері жылап жатыр ғой, интервьюда жыларман болып тұр ғой, жан айқайын айтып. Сол сияқты міне стадионымыз дұрыс емес, ескі 55 жылдық тарихы бар стадионда ойнап жүрміз әлі. Сосын командамыздың сықпыты мынау, жарақатымыз анау,
осындай проблемалармен отырып біз чемпион боламыз деп айту ол күлкілі. Преждевременно. және лига чемпион, например, бірінші раунд бізге ойнауға берер, бірақ екінші, үшінші раунд біздің стадионда рұқсат берілмейді. Бізге жайлап сабыр сақтап, мына асықпай жүйені құру керек бізге. Фундамент. Сол іргетасты қалап, барлығымыз сол бір идеяға сеніп, себебі мысалға Боранбаевтың өзі де 2013-те ма Қайратты сатып алды. Содан кейін алғаш рет 2020-да чемпион болды ғой, 7 жылдан кейін. 7 жыл күтті мысалы. Ол сол системаны құрды. Мысалы қазір бәрі таңғалады ғой. Жаңа кімді Садыбековті алып кетті, Муринскийді алып кетті деп ше, Әліпті Ақтаудан алып кетті деп, Шушиначты Тараздан алып кетті. Себебі ол система ғой. Олар сол скаутская системаны құрды. Скауттар бүкіл Қазақстандағы чемпионаттарға барды, юношеский. Сол жақтан іріктеп алды. Мысалға таланттарды іріктеудің өзі де не ғой? Оңай емес қой мысалға. Оның барлығын көре білді, алып келді, барлығын бір жерге басын біріктіріп, оны жатқызды. Ол күтті, олар қашан өседі. Дастан Сәтбаевтар қашан өседі деп күтті. Олар міне Сәтбаев өзінің түлегі өсіп, оны Челсиға сатып, сол түлектері қазір не істеп отыр. Оған чемпиондар лигасын, Қазақстан чемпионы 2 жыл қатарынан алып отыр. Сосын өздеріне тәрбиелеп, анда-мында атлетикаға жіберіп, спортингке жіберіп, Краснодарға жіберіп, тәрбиелеген өзінің бапкері чемпион болды оны. Рафаэль Розабахтин деген. Қайраттың несі, төл несі, бапкері. Мысалға. Өзінің тәрбиелеген, анда оқытқан, мында оқытқан бапкері оларға чемпиондықты алып беріп отыр. Сондықтан да үлкен жеңістер сабырды қажет етеді, шыдамдылықты қажет етеді. Ал біз қанша подкаст айтып отырмыз уже, бірнеңе болса Костов аут дейміз, ертең бір-екі ойын ұтылып қалса Таркович аут дейді, манадан дым шықпайды дейді. Содан ешнәрсе өзгермейді ғой. Ертең басқа бапкер келеді, ол тұрады да мүлдем басқа системаны алып келеді, басқа ойыншыларды алып келеді. Бірақ солай да. Мерей, біздің жанкүйерлердің түсінуге болады. Неге? Өйткені біздің басшылық сезонның алдында шығып, сендер сабыр сақтаңдар, бізде осындай болады деп айту керек. Бізде айтпайды ғой. Бізде любой директор келеді, болды, мы боремся за чемпионство, этот город заждался чемпионства, популизм жаңа. Бүйтіп фанаттар настроить етіп қояды. Сосын біздікілер жаңа енді білесің ғой, қанша жыл күтіп жүргенімізді. Сосын болельщиктер бүйтіп күтіп отырады да, чемпионаттың басы провал, болельщиктер тағы ашулы, анау аут, мынау аут деп. Біздің болельщиктер, менің ойымша, Қазақстандағы ең футболды түсінетін болельщиктер ғой. Оларға жанкүйерлер, оларға шығып айтса, басшылық құрайды, жүйе құрайды, фундамент құяйық бірінші, асықпай крышаны салуға деп. Сол кезде біздің болельщиктер түсінеді деп ойлаймын өз басым. Дұрыс коммуникация жетіп бітейсің ғой, сонда. Дұрыс коммуникация. Басшылық пен жанкүйерлердің арасында, Мені қазір жаңағы біздер 10-шы орында келе аттық та, қазір 7-ге көтерілдік, бейттік, сейттік. Я сильно не расстраиваюсь. Почему? Потому что бізде, біз деген, қалай түсіндірсем болады, қолдағы бақытты көрмей тұрмыз, біз жекеменшікке өттік. Самое главное, біз жекеменшікке өттік. Бізде енді жайлап Нұрлан Артықбаевты түсінуге болады. Для него это новый опыт. Для него это үйренеді постепенно, шаг за шагом. Қазір мына кісінің шақырды, не получилось, может, әдемі сөздеріне сеніп қалған болар. Енді сөйлегенде жаңа Бенфика Портудан бастайды, білесің ғой өзі. Ойшыда неме аяқтайды дейсің ғой. Сондықтан біздің ең бірінші бақытымыз сол жекеменшікке өткеніміз. Өйткені Астана қазір қанша тоже да Еврокубкіге шықты, қанша результаттар бар, Манчестер ұтты, бүйтті, сөйтті. Қазір болельщиктер зарлап жүр. Неге біздің клубты алмайды деп. Неге алмайды деп. Андай қарызбен кім алады бірақ? Андай қарызбен. 6 миллиард теңге ма сондай? Артында ешқандай заты жоқ. Автобустан басқа. Автобустан басқа, Даже не то, что база академия, даже офис арендада.
Сондықтан оны ешқандай алғысы келмейді. Сондықтан біздің жанкүйерлерге айтатыным тек сабырлық күтіңіздер. Клубтан результат сұрамайық жігіттер, клубтан академия сұрайық, база сұрайық, жүйе сұрайық. Сол кезде жайлап біз бір хороший бір конецке келеміз деп ойлаймын өз басым. Жігіттер, біздің уақытымыз 10 минутте қалды. Енді келесі ойынымыз 13 мамыр. Уже арғын. иә. Сол ойын 1-4 финал ғой, Ширек финал, ширек финал. Бір ойын болады. Қазір Алтай соңғы орында. Бірақ кеше Ордабасымен тең ойнап, біз Ақтөбе келеді. Сол ойын туралы талқылап жіберейік. Сол 10 минутта. Алтайдың бас бапкері кім ғой? Вахид Масудов. Старый волк. Ақтөбеде бірнеше рет, бапкер болған. Ақтөбеде ойнағанды кезінде. Ақтөбенің кезінде Ақтөбеде ойнаған. Біздің экс-ойыншымыз, экс-бас бапкеріміз, сондай эмоциональный тренер. Кезінде Дидар Жалмұқанмен ситуация сол еді ғой, кешірім сұрап сосын. Ана коронавирустың уақытында ғой сол, стадион полупустой, дауыс қатты естіледі ғой. Сөйтіп ұсталып қалғаны бар қазір. Юнусович жақсы бапкер ғой. Қазір Алтай қызық бір ситуацияға мән бергім келіп отыр. Турнирный таблицаны ашсаңдар егер, турнирный таблицаны да соңғы орында Қайсар мен Алтай тұр КПЛ-да. КПЛ-да соңында Қайсар мен Алтай тұр. Қайсарды енді кеше ұттық қой. Қайсарды кеше ұттық. Ал енді Алтаймен ойнаймыз. Сосын Қайсар мен Алтай КПЛ-да әлі жеңіске жетпеген жалғыз екі команда. Сондай қызық фактілер да. Қайсарды шығарып салдық. Жеңіске жетіп, енді Алтаймен кубокте кездесеміз. Қалай бізге қазіргі біздің ситуациямызда кубоктың жартылай финалына шығу үлкен бір не сияқты, оқиға сияқты, үлкен жетістік сияқты көрінеді. Себебі кубок деген Еврокубокқа апаратын ең оңай жол. Жартылай финалда бізге дәл сол Ордабасы түсу мүмкін. Жетісу Ордабасының жеңімпазы түсу мүмкін. Енді Ордабасы деп ойлаймын өзім. Себебі олардың амбициясы көп. Еврокубокта ойнамайды. Кубокта соңына дейін баратын сияқты олар. Сол енді жартылай финалға жолдама алу керек. Алтай крепкий орешек. Көбісі қуанып жатқан шығар. Бізге Алтай түсті деп. Бірақ былай қарап отырсаң, оңай ойын болмайды. Вахид Юнусович, ол біздің футболды өзінің бес саусағындай біледі. Ол да мотивацияға тойып алған. Соңғы орында келатыр, жеңіс көрмеген. Жақсы тактик бірақ ол. Жеңіс көрмей келатқан командаға что может быть лучше первая победа на Қобыланды Батырда при такой атмосфере футбольной. Сондықтан барын салады деп ойлаймын. Бірақ мы обязаны их проходить. Жаңағы екінші қарсыласы Ордабасы Жетісу. Ордабасы деп қалдың сен. Менің ойымша не все однозначно бұл ойында. Мүмкін Ордабасы үйінде ойнайды ғой, Ордабасы үйінде ойнайды. Бір матч қой енді. Менің түсінгенім бойынша Ордабасы кубокқа шоу жасап жатқан жоқ. Ақшалар жетпей қалды ма, енді білмеймін, о жағын нетпей-ақ қояйын. Ол жақта солдау жоқ дейсің ғой. Айдана Меденовге кетіп жатыр ғой. Айдана. Солдау бірақ кубокта көп жоқ сияқты. Осы соңғы матч полупустой стадион. Ешқандай қарсылығым жоқ. Ордабасы, Шымкент, молодцы. Сендер жасап жатсыңдар, күшті заттар, басқа клубтар көріп, олар да қосылып, біз бірінші шеру жасадық Иртышпен ойының алдында. Содан кейін Ордабасы жасады. Қазір соған қосылып, оқ жетпес, Елімай, Алтайда кеше қандай не болып жатыр. Оған ешқандай қарсылығым жоқ, только респект Шымкент. Просто бұл жерде ойламайсың ба сен, қазір біз жаңағы күштің бәрін, біріншіден қазір Ордабасы Өскеменнен келеді. Жолы бар. Жезқазған, Өскемен, Алтай. Өскеменнен келеді, Шымкентке тоже жақын жер емес. Сосын қазір Ордабасы уже 3-тен 1 бөлігі өткеннен кейін, қазір по потерянным очкам қарап отырсаң Қайратпен бірдей. Бір көңілі чемпионатқа
не ететін сияқты көп внимание. Кубок как второстепенный. Сондықтан жетісуға қарсы полурезервный состав шығара ма, или полный, білмеймін, екінші состав шығара ма. Жетісу қазір Қайрат Нұрдәулетов жақсы результат көрсетіп жатыр. Они точно будут за кубок цепляться до конца. Сондықтан бұйырғанын көреміз. Бұйырғанын көреміз, иә. Бірақ біз енді Алтайды қандай не болмасын өтуіміз керек. Мы обязаны. Жастарға сенеміз. Жастарға сенеміз. Как будто бы кубок бізге керек сияқты осы Ақтөбеге. Қазір ситуация бойынша. Қазіргі дұрыс айтасың, Ернар. Например, қазір Алтайда өтіп, Ордабасы 2 ойын, және финал турт ойын ғой. Турт ойында біз уже Лига Европа немесе Лига конференция қатыса аламыз уже. Уже дальше уже системный уже команданы дайындау болады келесі жылға. И сетканың мына жағында қарасақ, тоже Қайрат жоқ, Астана жоқ. Тобыл бар ол жақта, иә. Қайсар Тобыл, финалға дейін баратын Тобыл сияқты сол. Менің ойымша. Тобылдар соңғы орында бола берді. Кстати, Тобылға да кубок ауадай қажет. Ақтөбе Тобыл биыл Еврокубокқа қатысады ғой, иә? Еврокубокқа барда, да. Астана қатысады, Қайрат, Тобыл, сосын Елімай. Төрт команда. Елімай соңғы уақытта что-то не істеп кетті, бір. Қазір бір кризиске түсіп кеткендей ғой. Кризиске түсіп кетті. Біздің ойыннан кейін. Жақсы бір подъем. Ақтөбені ұтқаннан кейін көтеріліп еді ғой. Сосын Ақтөбенен ұтып қалғаннан кейін түсіп жатыр енді қайт. Ол дейтін мен түсінбедім Андрей Владимировичті. Составына қарап, составы как будто бы говорил, бізге кубок керек емес. Бірақ білмеймін, аппетит приходит во время еды ма, заменаға төртеуін сразу бірдей шығарды ғой. Ораз, Плака, мықты-мықтылардың. Бірақ шықпады, ұшып кетті. Каспийден жеңіліп қалғаны. Ұлытаудан ұтылып қалды осы. Одан кейін, бізден кейін. Ұлытаудан жеңіліп қалды. Каспийден ұтылып қалды. Ұлытаудан қонақта жеңілу қазір ұят емес. Ұлытауда деген жаңағы Қайратпен нече алып. Екі самурайы бар составында. Жаңағы сосын Анане деген қара нәсілді ойыншы бар. Ұлытаумен қазір Қайрат елі ноги унес оттуда. Өйткені не дейді ғой? Тобыл ұтылып қалды. Өйткені не дейді ғой жаңағы? Аэропорт жоқ, Қарағандыдан түседі командалар, автобуспен біраз уақыт жүреді, стадион ашық, жел. Алаңның сапасы да дұрыс емес. Алаңның сапасы, өзінің козырлары бар қолдарында. Сондықтан Ұлытауда... Десятсы Ақтау. Бәрі Ақтау раңға тоже. Қиын ойнау Ақтауда. Иә. Сосын жалпы Ұлытау туралы ше, мысалы мынандай ақпарат естідім. Ұлытаудың жалпы командасын құрған кім екен? Талғат Байсуфинов. Иә. Ұлттық құраманың бас бапкері. Директор осы жақта. Курирует Ұлытауды ше. Енді қара, мысалы Каспий, сосын Алтай сияқты басқа командаларға, Ақтөбеге, мысалға, Ақтөбе алатын көп командаларға өзінің алаңында ойнауға рұқсат берген жоқ. Лицензирование өтпей қалды да. Бірақ Ұлытауға рұқсат берген. Хотя там проблемы с логистикой, проблемы с полем, потому что там кто? Работает главный тренер сборной Казахстана. Көрдің ба? На этот... И бана біз козырлар айтып отырмыз ғой. Иә. Сол козырларымен ол Конечно, төртінші орында. Налево, направо барлығын опай алып отыр да. На этот вопрос я отвечу так, это Казахстан, детка. Біреуге рұқсат та, мысалы, мен оны айтайын ба, неден не көріп қалдым. Алтай соның на этом фоне не істеген да, жалғыз істеген да. Алтайшы. Біздің де алаңымыз Өскемендегі, дәл сол Ұлытаудыкіндей деп. Біздің алаңымыз кем емес деп. Жезқазғандағыдай, дәл сондай сапада алаң бар. Бізде аэропортымыз бар, бәрі жақсы бізде. Неге бізге рұқсат бермейді? Біз неге қаңғып, Хан Тенгеріде ойнауымыз керек, Алматыдағы, или там басқа жерде ойнауымыз керек. Ал кім Ұлытау рахаттанып өзінің үйінде ойнау керек, мысалы. Алтай соңғы орында. Сондай нелер бар да. Ұлытау 5-ші орында. Қарама қайшылықтар бар да. Иә. Ал бізге дюшкаға рұқсат берсе де, біз Астанада түнеп, Түркістанда ойнап жүрміз. Мен ойымша ол тек бір адам кінәлі. Атын бәрі біледі. Нани. Мен естуімше Нани қарсы болмаған ол жерде ойнауға. Жоқ, қарсы болмаса да. Нанинің қатысы жоқ, құрметті жанкүйерлер. Иә, оған қатысы бар.
жаңа вот она чемпионская дей ма. Намек берейін сізге. В чем феномен? В чем феномен этой команды деп? Иә. Желькович дейсің. Сол қазір мен болып кетті бір жерде. Сол кісі алып кетіп ойнатпаған біздің юшкада. Енді уақытымыз болып қалды. Бір-екі сөз айтып, жанкүйерлерге қоштасайық. Иә. Рахмет шақырғандарыңа. Өте қызықты мәнге толы әңгіме болды деп ойлаймын. Келіп тұр Келіп тұрам. Есік ашық. Біздің подкаст студиямыз осы. Әр матч сайын шығып жүрміз. Бұйырса 6 айдан кейін де шығамыз. Енді жеңіс құтты болсын баршамызға. 2 автоголдың арқасында жеңіске жеттік. Артур бар. Артур қазір гол соқса қуанбайтын да болыпты ғой. Не істерін білмейді. Бұрында бірінші өткенде салған кезде бүйтіп еді. Қазір енді оны да істей алмайды. Басын салбыратып тұрып ма? Флангқа неге бұрышқа барып жүгіріп, я қуанарын білмей, я қуанбасын білмей. Мен білем қалай Артурға Ақтөбенің болельшіктерінің хейтінен арылып, чтоб мы его полюбили, Артурға айту керек. Мен Ақтөбеге ойнағым келеді. Мен Ақтөбеде қазір бақыттымын. Сен де айтпақшы бір Артурға қарсылығың бар, иә? Менің Артурға қарсылығым бар. Қайратта ойнағым келеді деп айтқан үшін ба? Ол подкастқа барды. Қателеспесем, Каировқа барды. Былтыр бізге келердің алдында. Иә. Сочиде жүрген кезде. Барада Абата. Иә. Сол кезде оның айтқан сөзі бар. Конечно же, я хочу играть за Кайрат, но у Кайрата другие планы. Ну, в принципе, я доволен, что я играю в Ақтөбе деген кезде. Менің үйде қаным... Уже играл, да, в Ақтөбе? Я ол составе Ақтөбе. Сол кезде менің қаным қарайып, ағарып ана жерде. Мен ойлаған, сол сөзден кейін шеттетіп тастау керек командадан деп, ол игрокты. Сондықтан, Артур, мені естіп отсаң, ақ-қызыл жанкүйерлерге обращение жасап, білмеймін, сөзіңді дұрыс жеткізе алмаған боларсың, мүмкін білмеймін, бірақ сен ақ-қызылдардың құрамында жүргеніңе бақытты екеніңді, осы клубты жаңағы эмблемаға кровью и потом отдаваться етуге дайын екеніңді айтсаң, бұл жерде саған бүкіл упущенный моменттеріңді прощать етеді, голдарыңа да қуанады, и фамилияңды да Нанидің фамилиясын сияқты қатты айқайлайды. Стадион. Одолжение жасамай қой дейсің ғой, Ақтөбе ойнаған. Иә, если былай, ну, в принципе, болатын болса, онда лучше біздің местный жігіттер ойнай берсін, QG лигадан ойыншылар алайық, не занимай их место. Сол. Иә. Дұрыс келсем. Сол енді осындай позитивный нотада дейм ба? Сол жеңіс құтты болсын, құрметті жанкүйерлер, тағы да келесі матчта кездескенше сіздермен болған біздің модератор, ТКБ жетекшісі Ернар Жайжігіт, біздің қонағымыз Талғат Wild West. Тікелік қойыңыздар TikTok желісіндегі парақшасына Талғаттың. Инстаграм. Описанияға кіргіземіз ғой, Бақтияр, описанияға қоямыз сілтемені. Қазір енді осы подкастымызды аяқтаймыз. Жеңісті күндерде жүздескенше, құрметті жанкүйерлер. Жанкүйерлер, бәріңізді күтеміз. 13 мамырда ертең бұйырса билеттер шығуы мүмкін. Иә, ертең шығады. Сол. Және бәріне аманшылықта. Жартылай финалға бірге шығайық дейсің ғой. Иә. Аумин.